мамандық. Мен болашақта журналист болып келеді. Журналистикаға қызығамын. Өзімнің арманымдағы мамандық және актриса болып келеді. Бірақ мама медик болды. Менің есімім Қазақстанда жоқ, ерекше болып келеді, сондықтан Түркістан қалады. Мен есімнің тарихын айтып кетсем, мен туылатын кезде папам қатты ұл туылған, менен кейін ұл туылған қалаған. Сосын мен туылған кезде бір орыс әжелер айтқан, осындай ырым бар, егер сен осы қызыңның атын орыстың атын қойсаң, одан кейін ұл туылады деген. Сосын папам Алеся деген туылған. Сосын тағы бір тарихы, сол біздің ауылымызда банктың директоры болған Алеся деген үлкен әже болған. Сол әжеміз жолын болсын деп қойған болды. Мені үйде еркелетіп, Акон дейді. Негізі еркелетіп, просто Акон дейді. Акон деп айтады, туылғанымнан. Неге екенін білмеймін. Оның Алеся дегенге дым қатысы жоқ. Неге Акон екенін білмеймін. Достарым Акош, Акон дейді, Алес дейді. Кейде мен жиншеммен сөйлесем. Короче, мынандай да, мен жиншем Ақмаралда, ағам оны Акон дейді, Акош дейді. Ал мені Акон дейді. Сосын мен ағаның үйіне барған кезде Акош бергеш десе, мен жүгіріп барамын ғой. Не болды десем, жоқ сен емес, жиншем шақырып отырмын дейді. Алғашқы махаббат. Менің алғашқы махаббатым 6-7-8 сыныптарда болған. Бір сыныптасым, бірге отыратынбыз. Бір жыл бойы бірге отырдық, сосын көшіп кетті басқа жаққа. Сосын ұнатпай қалдым. Ойыншық, бала кезде мен көп ойыншықпен ойнамадым. Бірақ 8 жасымда маған ағам үлкен аю сыйлаған. Аю өзімен бірдей болған. Мен оны қатты жақсы көрдім. Бірге тамақ беретін едім, бірге жататын едім, бірге. Сосын біздің үйде өрт болған кезде ол аю өртеніп кетті. Сосын мен жыладым қатты.